Бұдан бұлай тауар өндіруші кез келген компания өз қалдығын жинап, оны қайта өндіруге міндетті болады. Еліміздің қоршаған орта және су ресурстар министрі Нұрлан Қаппаров бүгін үкіметте осындай мәлімдеме жасады. Бұрын соңды Қазақстанда болып көрмеген бастамаға жаңа бағдарлама түрткі болып отыр. Бұл бағдарлама тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін реттемек. Үкімет бағдарламаны мақұлдап қойды. Оның толық жүзеге асуына 127 миллиард теңге қаржы керек дейді Қаппаров мырза. Оның 60% жеке компаниялардан жұмсалатын болса, қалған 40% бюджет есебінен болмақ. Демек, тауар өндірушілерге жаңа міндет жүктеледі деген сөз. Тіпті тауарды сырттан импорттайтын компанияларда осы жауапкершілікті мойындарын алуы керек. Тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесі еліміздегі 41 қалада енгізілмек. Министр қалдықты шығаратын компания мен оны өңдейтін зауыттарда, полигондарда бір қолда болған жөн деп санайды. Сонда ғана кешенді жұмыстарда нәтиже болмақ. Егер белгілі бір қалаға инвестор тартылатын болса, рет-ретімен орындалатын тұрмыстық қалдықтарды жинау өңдеу жұмыстары бір қолға тапсырылады деген сөз. Тіпті министрліктің жанынан жасыл даму деп аталатын акционерлік қоғамы құрылады. Ол жергілікті әкімшіліктерге бұл жүйені қалай басқарып жүргізуге болатын үйретіп, жәрдем көрсетпек. Тауарларды Қазақстанда жасайтын және осы импорт әкелетін компаниялар, солар бәрі ассоциацияларды құрып, сол бірге ақшасын өздері салып, сол фондқа. Сол фондтың өздері басқарып, өздері соған жұмсайтын болады. Оны РОП дейді, расширенный ответственность производитель. Ол Германияда басталған мәселе 91-де. Сондықтан ол өте жақсы модель. Внести министерство. Қазір елімізде қалдықтарды өңдейтін зауыт жоқ деп айтсақ та болады. Тіпті бұл саланы реттейтін құқықтық негізде қалыптаспаған. Міне жаңа бағдарлама осы мәселелерді шешуге негізделген. Жалпы бұл мәселелер соңғы 2 жыл бойы талқыланып келді. Енді аталмыш бағдарламаны қабылдау жайын қарап жатқан жайымыз бар. Осыған орай қоршаған ортаны қорғау министрлігі премьер-министр кеңсесіне бекітілген тәртіпте тиісті қаулы жобасын енгізуді ұсынамын.